Қайырлы күн достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлназ, менімен бірге болыңыздар. Менде цветная капуста духовка деп піскен түрі. Бұл өте оңай, жеңіл. Алдымен бізге цветная капуста, 10 грамм паприка, 50 грамм панировочный сухарий, сыр және де 2 жұмыртқа. Менде сыр комбо сыры 100 грамм жетеді. Алдымен цветная капусталарымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз, өтіп өзімізге ыңғайлы етіп. Сосын газымызге су қойып, оны бетін жауып қайнағанша, сосын 2-3 минут қатты отта қайнатып аламыз. Қыздар 2-3 минут жетеді, көп тұрып қалмасын, а то езіліп кетеді. Сосын бұны сүзіп алып, міндетті түрде қыздар суы керек. Суығаннан кейін барып қолданамыз. Сосын қыздар сырды блендерден өткізіп аламыз. Менде ол жер түспей қалыпты. Блендерден өткізіп, панировочный сухарий, паприка, сыр үшеуін араластырып, алдымен цветная капустамызды жұмыртқаға малып, сосын панировочный сухарийімізге батырып, противень қағазымызға қойып, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз қыздар. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, еш өкінбейсіздер қыздар. Жасап көріңіздер.